Так, кім менің шоколадымды жеген? Мен шоколад жеген жоқпын. Өтірік айтпа! Көрші не шуып отыр? Не істеп жүрсің үйде? Тыныштық па, не болып отыр? Араласпа! Мырза, сізге ашулануға болмайды. Қандай шоколад? Сен кімсің тағы? Тыныштық па отағасы? Шоколадта тұрған не бар ол? Мәселе шоколадта емес. Мәселе оның сыртында. Неменеге жерге тасайсыңдар? Көк туымыздың бейнесі тұрған жоқ па? Ей, қойыңдаршы. Қалайсың брат, жақсы. Хабибтің бойын көрдің ба? Иә, Ё-моё, әдемі кетті. Уақытында ше, точно кетті. Молодец, красавчик. Жегілген жоқ па, ұрса болады. Давай, давай. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Хабибтің бойын көрдіңдер ма кеше? Әдемі кетті, уақытылы кетті. Не аласың? Кола бере салыңызшы. Бауырым! Кеше Хабибтің бойын көрдің ба? Иә. Уақытында әдемі кетті. Оппана! Кеше Хабибтің бойын көрдің бе? Иә. Әдемі кетті, уақытылы кетті кәдімгідей. Жүр, протокол толтырамыз саған. Мусор тастап атқан. Мам? Келдің ба балам? Иә, мам. Кеше Хабибтің бойын көрдің ба? Әдемі кетіп қалды я уақытында. Иә. Біліп тұрып сұрақ қоятын роднойың. Родной, аяқ киім киіп атсың ба? Жоқ, бля, ұшын салып тұрмын кішкене жылысын деп. Родной, киіп қалмайын деп үрлеп атсың ба? Жоқ, бля, қатты жақында кетпесін деп атым. Родной, темекі шегейін деп атсың ба? Жоқ, бля, мына жерден бастап жейін деп атым былай. Родной, нәскең тесіліп қалған ба? Жоқ, бля, саусағым өсіп жарып шыққан ғой ана. Родной, душқа түсейін деп атсың ба? Жоқ, бля, мына жерге ұзыннан төсек қойып жатайын деп атырмын. Родной, музыка тыңдайын деп атсың ба? Жоқ, бля, құлағым қатып қалды. Родной, ұйықтайын деп атсың ба? Жоқ, бля, жатып көрейін деп атырмын. Мұнан соң ұйықтаймын. Родной, жинап қойып атсың ба? Жоқ, бля, ұшып кетпесін деп бастап қойып атырмын. Мұздай ма, Родной? Жоқ, бля, сұйық. Родной, ішейін деп атсың ба? Жоқ, бля, қысқа сақтап қоямын, қыста ішемін. Сіңгең бар ма, тондырылыш? Yes! Мұрат, бұл сен емес па да? Yes, I'm Мұрат! Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. Қазақ болып туымағанда не терем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтер. Ыңғайсыз ситуациялар. Қыздармен шығамыз ғой, брат, темек жоқ па? Ой, Роман, парламенттен ауыз тисе. Эссе жоқ па не? Брат, берейік, нормально. Маралар сонда ляқып кетті. Ох, біле. Қалайсың досым, амансың ба, не жаңасың отыр? Жақсамен? Брат, фото түсіріш бізде? Давай. Ой, башиш. Сенің жынды класстастарың. Келді, апай келді. Читай. Как показано на Родной, үзіліп қалмасын. Ал балалар, бүгін компьютермен ғимараттар салып үйренеміз. Ой, апай, үкімет саламай атқанда біз қалай саламыз? Апа, мен айтайыншы, мен оқайыншы. Айт. Өткен ай, бәрі өткен ай, өмірдің жаз бен көктем ай, сап-сары күздің кеп жеткен ай. Ай? Дилай-лай. Ей! Апайды білесің ба? Апай, мен айтайыншы дей берсең, сұрамай саламын. Апай, мен айтайыншы, апай. Апай, бір оқымаш. Сенің UFC көретін досың. Кеше геджаға 25 мың теңге тігіп қойғам осы родной. Бірақ Хабибке жақтасып тұрып жүрегім ше. Қош. Шафкат деген таза қазақ екен ғой, красавчик, молодец.
шақпат дегенге басқа нәрсе ойлап жүрмін ғой мен. Красавчик шақпатшы, ырза болдым мен от души. Плотно ылқындап тастады да, ырзамын да. Хабибтің бойлары қызық емес, пышқан адамның бәрін партерге тарта беремін, бір бәле ғой. Пайды кешегілер сияқты мен де төбелесе аламын, родной негізінде ше. Бей қойшы, оған дайындық керек қой досым. Ой, родной бар ғой мен дайындалғанмын ғой. Үсіз! Қарсы бар ғой кішкене. Еще Нұрмаханға айтамын ғой, Нұрмахан деймін ғой. Хабиб жеңет десем, Геджи жеңет дейді да. Үйім тігем дейді ғой. Мен де үйім тігем деймін ғой, ойлашы. Екеуміз үйіміз тігіп жүр. Сен квартирада тұрасың ғой? Похуй емес пе, шекер главный тіктік қой. Кеше Хабиб бар ғой ше. Бойы басылмай тұрған кезде 21 миллион подписчигі бар тұғын ғой. Қазір қарасам 23 миллион подписчик ғой. 2 миллион подписчик жинап алған ғой. Гифке бір нәрсеге тіпті болмаса гиф ойнатайын деп жатыр. Не бүлдірдің тағы? Не бүлдіргенде алдында айдананың шашын тартып ойнаған жылап директорға айтып берді. Қазір әкең келеді, сен өлтіреді бауырым, өлтіреді. Қайттан барады? Қазан! Шаш қайда? Шашы менен. Басың істейма сенің? Моқалайсың ба? Адам осылай ойнай ма? Боратпасаған басын жуыр алатын шашымен қосып. Тиме балаға! Жарайды, бас аман болса шаш өседі ол. Мақсаттың баласын не ағасын, басын жарып жіберсің ғой. Өзі ғой мазақтаған. Не деп мазақтады ол сен? Сен папаң красавчик, папаңа қарағанда сен кәрі көрінесің дегесін басын жара салдың. Ой? Мақсаттың баласы молодец. Біліп тұр ғой, қатын шай қойшы, бас алып кетті жаңа, шай шай. Сосын жолда келе жатқан кезде зыр пакет атамын деп Марат ағаның шөбін өртеп алдым. Өй, әкең ау. Мақсаттың қорасын